Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді щука балығын духовкада дайындайтын боламыз. Міндетті түрде парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай балығымызды тазалап жуып, кептіріп, керек емес қанаттарын қайшымен қиып алып тастаймыз. Бұл рецептпен жалғыз щука балығын емес, сазан, карась, окунь, барлық балық түрлерін осы рецептпен дайындай берсеңіздер өте дәмді шығады. Тұздап, бұрыштап, балыққа арналған приправаларын ішіне сыртына жақсылап жағып шығамыз. Арасын 2 см етіп, пышақпен екі жағын кесіп шығамыз. Үстіне пищевой пленка жауып 15 минутқа маринадқа қоямыз. Енді овощтерін дайындап аламыз. Өзіңіз қалауыңызша кез келген овощ қоссаңыздар болады. Тұзын, бұрышын, паприкасын салып, жақсылап араластырып, үстіне картошкасын салып, 3 столовый ложка оливковый майын құйып, әбден араластырып, 180 градуста қызып тұрған духовкаға 15 минутқа қойып аламыз. Тұздалған балығымызды осылай духовканың решеткасына салып пісіруді жөн көрдім. Балық езілмей, әдемі болып, өз формасын ұстап піседі. Подача кезінде дастарханға қойғанда өте әдемі болып көрініп тұрады. Егер сіздерде решетка болмаса, ештеңе етпейді, овощтың үстіне қойып та пісіре берсеңіздер болады. Енді духовкадан жаңағы овощтерімізді алып, үстіне балығымызды қойып, тағы да жарты сағатқа духовкаға саламыз. Балығымыз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ас болсын.